бисмилла. Ассалаумағалейкум, арда қазақ, қонақ келсе қой соймайтын бар ма қазақ. Көрді қой талайларды мен деген ет жеуден, қазақпен қасқырға ешкім тең келмеген. Көттік қой осы тойдың басталғанын, үй иесі әкелді ет салатын, табақпенен астауларын, дастархан кең молынан болсыншы деп ет жеген. Қонақтардың, достардың көңілі толсыншы деп, Қазақ Гриль компаниясының атынан өз шырына бұқтырылып піскен қой етін сіздерге ұсынуға дайынбыз. Біздің компания басты мақсаты рухани салт дәстүрімізді жаңғырту, ата-бабаларымыз айтып кеткендей, 6 жыл аш жүрсең де ата салтыңды ұмытпа демекші. Мына қой етін 12 мүшеге бөлеміз, әр мүшенің осы керемет дастарханда өз иесі табылады, қабыл алыңыздар. Спасибо за аплодисменттер қойып табырына. Ал енді қазақта салт дәстүр көп, соның біреуі қандай? Өзіміз отырып шай ішейік деген. Мынау кішігірім комплимент компанияның атынан. Бұл жерде бізде енді екі түрлі гарнир жүреді, ол бізде картоппен күріш және де соусымыз осы қойымыздың ерекше дәмін келтіретін.